Bilgenin бар ғой, Алла Тағала Құранда, Інжілде көтергендер жайлы айтады. Олар көтерді, бірақ амал етпеді, не болды дейді? Кітап артқан есек секілді еді дейді. Тура. Арқаңа кітап артып қойған, ол есек, ол кітапты оқи алмайды ғой, ол. Просто арқалап жүре береді да. Соның мысалын келтіреді да жігіттер. Қазір жігіттер көп мен білем дейтіндер жетеді. Білгенің керек емес. Сен 100 хадис жаттап ал да, сенің білімің ол емес. Қайсысына амал етесің, сол білімің. Біреуіне амал етесің ба, сенің білімің сол дәрежеде. Екеуіне амал етесің ба, сенің білімің осылай. Амалмен сахабалар бір аятты жаттаған кезде, сол аятқа амал етпей екінші аятқа секірмеген. Біз бәрін жаттап алдық. Бізде жиналады жігіттер. Уағыз айт дейді да. Айша анамызға да, Айша анамыз өте білімді болған. Айша анамыздың білімі масқара, сахабалар келіп, Абу Бәкір радиаллаху анхудың өзі келіп, Айша жан деп одан білім алатын болған да. Сұрайтын болған кейбір мәселелер. Сол айтады, бір кісілерге бір сұрақ қояды, екінші рет келіп сұрақ қойған кезде айтады, алдыңғы амал еттің ба дейді, етпесең өзіңе қарсы құжат жинап жатсың дейді жігіттер. Қарсы құжат жинап жатсың дейді. Бізге керегі білім, керек білім, бірақ білімнен бұрын амал. Қазір бір кітап оқып жатырмын да, басталған кезінде айтады, әдепсіз жасалған көп амалдан әдеппен жасалған кішкентай амал әлдеқайда жақсы деген сөзбен басталады. Ал кез келген кітаптар иннамал аъмалу бинният, ниетің амалыңнан күшті деген нәрсемен басталады ғой, сөзбен, хадиспен, оны далаға жеткізген. А мына кітапта мынамен бастағанда жігіттер, бізге әдеп керек. Біздің мұсылмандарға әдеп керек. Әр жердің әдеп. Бізде адамдардың алдында әдепті өлтіреміз да, жалғыз қалған кезде ше, адамның кім екені екі жерде білінеді. Біріншісі отбасында, екіншісі жалғыз қалғанда. Не бір біздің жігіттер, ой, осындай жерде шейх болып көрінеді да, отбасына барған кезінде, қатын мейл, біздің қазақтарда қатын адам емес сияқты да, айтпа ол жайлы. Ата-анаң ше, өзіміз байқаймыз, намаз оқитын жігіттердің үйіне барып қалсаң, ана бөлмесіне барып әке-шешесіне айқайлап жатады да. Сен кімсің сен? Оларға ауыр сөйлейтін кімсің? Алла Тағала уф деме деп жатыр да. Сен Аллаға қарсы шығып кеткен olsun, Алла Тағала уф деме деген бұл ең туф дей саған бар ғой. Бұл негізі ең жеңіл сөз. Алла Тағала осыны айтпа деп жатыр саған. Біз айтамыз, біздің жамағат келді, тыныш отырыңдар деп үйде ұрысқан кезде бар ғой. Субханалла. Сосын жігіттер, аз білгенімізге амал етейік. Ана Омар, сөзіміз соң жігіттер, Омар радиаллаху анху мешітке келсе бір жігіт дұға қылып отыр. Я Алла, өзіңнің ықыласты аз құлдарыңнан қылшы деген дұға жасайды. Сонда Омар радиаллаху анху айтады, сен бұл дұғаны қайдан білдің? Қарсы олар қалай қызыққан. Саған бұл дұғаны кім үйретті дейді. Сонда айтады, ей Омар, сен білмейтін бе едің? Алла Тағала айтады Құранда, құл хуаллазии аншаакум ва жа'ала лакум сам'a вал абсара вал афида қалилан ма ташкурун. Алла Тағала айтады, олар өте аз шүкіршілік етеді. Шүкіршілдер өте аз, саған иман келтіретіндер өте аз. Ақыретке иман келтіретіндер өте аз. Құранда өте аздар деп кімдерді айтады? Алланың сүйікті құлдарын айтады дейді. Ал көпшілдер ше? Көпшілдер. Алла Тағала көпшілдер жайлы, олардың көбісі иман келтірмейді. Сол үшін Алла айтып отыр, я Алла, сенің аз сүйікті құлдарың бар, мені солардың қатарынан қылшы деп дұға қылып жатыр да. Біз ағайындар Алла Тағалаға сұрайық Алладан, Алланың ықыласты құлымен. Анау кеше умрада жүрміз ғой, бір кісілер намазды оқып жатыр, бірақ бүйтіп ұйқылы ше. Мен айтамын да, количество емес маңыздысы, качество. Сен кішкене жат, демалып ал. Тұр да, рахаттан тұрып 2 ракат оқы, ұйқылы 10 ракаттан оқығанын көріп ал ғой. Сен есіңді жиып ал жақсылап. Сөйтіп 2 ракат оқы, рахаттан тұрып. Маңыздысы, качествосы ғой, сапа берде маңыздысы. Анау Пайғамбар айтады ғой, мас күйлерінде намазға тұрмаңдар деп ескертті ма? Осыған кімді айтады? Арақ ішіп алғанды айтады ма? Ұйқылы адамды да осының қатарына кіргізеді. Ұйқылы намазға тұрмаңдар. Мас күйдегі адамдардың қатарына кіріп кетесің. Ұйқылы дұға жасаудан қайтарған. Неге? Өзіңе сен қарсы дұға қылып жіберуі мүмкін. Байқайсың ба, кейбір кезде ұйқылы бір барып келесің да, қай сүреге қай аятқа келгенін білмей қаласың. Тұрып қаласың бір дойлы ойланып. Бола ма ондай? Кейбір кезде дұға отырасың. Bir кезде бүйтіп қаласың да есің жисаң, генератор, карбюратор деп жүйе отырасың. Болған ғой ондай нәрсе.
ұйқылы ояудам бұл мас адам қатарына кіреді. Сол үшін жігіттер құлшылығымыз көп болған әлбетте жақсы, бірақ сапасына қаттырақ мән берейік. Одан кейін көшеде жүрген кезде сіздер мен біздерді мен намазханмын дейтін емес, адамдар көріп міне намазхан деп бағалайтындай дәрежеге жетуіміз керек. Біз қазір өзімізді көтере алмай жатық та. Пайғамбар саллаллаху алейхи бізге ескерткен ғой, кімде кім өзін көтеруге әрекет қылса, Алла тағала оны түсіреді дейді. Кімде кім өзін төмен ұстаған сайын Алла тағала оны көтереді дейді. Керек емес, тәкаппарлық бұл Алланың киімі. Мен деген нәрсе бар ғой, Құдай орда кімде кім тәкаппарлыққа жармаса, олар от киіпті дейді. Өйткені тәкаппарлық бұл Аллаға жарасатын киім. Онда да Алла тағала біз дейді. Ал біз келеміз де мен, ана хайрун мин, шайтан айтқан сөз, мен одан артықпын деген сөзді біз айтып жүріп жатырмыз кейбір кезде. Сен кімсің деген сөз білесіз не екен? Сен кімсің деген сөз, кім деген сөз? Сен менің қасымда кімсің сен деген сөз бітті ғой, же кетіп тұрсың ғой. Менің кім екенін білесің ба деген сөз сізге таныс емес па? Менің кім екенін білесің ба? Кімсің сен? Кімсің? Артыңа қара, барар жеріңе қара. Қазір ішіңде не жүр сенің? Не дейді? Сен дүние құнды дейсің. Осы дүниені жедің. Ертең соны тастаған кезде өзің содан жиіркеніп қашасың ғой дейді. Бұл дүние дәл сол ғой дейді. Сөйлеп қойды ғой. Алла разы болсын.